тарихи еңбектерде Рим империясы 5 ғасырдың соңында құлдырады делінген. Бірақ өздерін әлі де империя тұрғындары деп санаған миллиондаған адамдар бұнымен келіспейтін еді. Орта ғасырлық Рим, немесе біз үйренген атауы Византия империясы 330 жылы пайда болды. Римнің бірінші христиан императоры Константин сол жылы астананы Римнен Византия деген грек қаласына көшіріп, оған Константинополь атауын берді. 410 жылы вестготтар, остготтар және басқа герман тайпалары батыс аймақтарды тонап жатқанда, Константинополь империяның негізгі ордасына айналды. Келесі 11 ғасыр бойы императорлар империяны осы қаладан биледі. Византиялықтар көне Рим империясының бай мұрасын сақтап, өздері жабайылар деп менсінбеген көршілерін мәдениет жағынан озып кетті. 9 ғасырда Константинопольге келген шетелдіктер императордың күмбезді сарайын көріп, оның әдемілігіне таңғалатын. Тақтың екі жағынан 2 алтын арыстан тұрды. Іштеріндегі жасырын аспап, қонақтарды қорқыту үшін арыстандай гүрілдеп тұратын. Ал оның жанында ән салып жатқан құстары бар алтын бәйтерек болды. Инженерлер тіпті патшаның тағын көкке көтеретін гидравликалық құрылғы ойлап тапты. Көне Рим мәдениетінің тағы бір көрінісі императордың дәстүрлі сауыттар мен тогаларында және Рим әдетін ұстанған соттарда болды. Қарапайым халықтың де өмірі арғы аталардың өмірімен ұқсас болған. Көпшіліктің айналысатын егін егу, қыш құмыра жасау, бұлғары өңдеу, балық аулау, киім тігу және жібек жасау секілді қолөнер болған. Дегенмен, Византия ежелгі Римнің жетістіктерімен қанағаттанып, өздері ештеңе жасамаған деп ойлау қате. Оның сәулетшілері жүздеген шіркеу салды, соның ішінде Айя София соборы. Соборды көргендер оның күмбезі көкке ілініп тұрған секілді дейтін. Византияда ғалымдар да көп болды. Мысалы, Анна Комнина. 12 ғасырда өмір сүрген ханшайым өмірін толықтай философия мен тарихқа арнап, патша әкесінің билік құрған жылдарын Алексиада деген еңбекте сипаттап берді. Бүгін бұл Византия тарихы бойынша негізгі дереккөз. Тағы бір ғалым, Лев математик, бүкіл империяға, яғни бүгінгі Грекия мен Түркия жерлеріне созылған маяктар тізбегін құрды. Ұзындығы 700 шақырым жүйе жау шапқанда хабарды астанаға 1 сағаттың ішінде жеткізуге мүмкіндік берді. Дегенмен, тіпті 1000 жыл жасаған Византияның да өмірі мәңгілікке созылған жоқ. 1203 жылы батыс Еуропадан келген кресшілер Алексей Ангел есімді ханзадамен одақ құрады. Кезінде ағасы Алексейдің әкесін тақтан тайдырған еді. Соны қайтарып алу үшін Алексей кресшілердің әскерін жаудап алды. Алексей дегеніне жетеді, бірақ арада 1 жыл өткеннен кейін наразы халық оған қарсы шығып, солардың қолынан қаза табады. Жалақысы әлі төленбеген әскер енді Константинопольдің өзін тонауға кірісті. Қаланың бірде-бір қышын қалдырмай күйретіп, ғажайып кітапханасын өртеп жермен жексен еткен. 50 жылдан кейін Михаил Палеолог атты император Константинопольді басып алады, бірақ қалған жерлерді қайтаруға оның әлі жетпеді. Ақыры 1453 жылы Осман сұлтаны Мехмет Константинопольді басып алып, Рим империясының көзін жояды. Бұл аймақтың тұрғындары түріктердің билігіне қарамастан өздерін 20 ғасырдың соңына дейін римдіктер деп атап жүрді. Негізінен Византия атауын Ренессансқа дейін ешкім қолданған жоқ. Батыс Еуропа үшін Ренессанс көне құндылықтардың қайта өрлеуін білдірді. Ал дәл сол кезде шығыста Рим империясының тіршілік етуі сол құндылықтардан қол үзбеген мемлекет бар дегенді білдірді. Классикалық Латын Римді орта ғасырлық Грек Римнен ажырату үшін ғалымдар оны Византия деп атап кетті. Міне осылай Византия империясы көзі жойылғаннан 100 жыл өткеннен кейін қайта пайда болды.